Саламатсыздар ма? Мен Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназияның 8-ші сынып оқушысы Абилхайрова Айзада. Жобаның тақырыбы Атыраудағы жасанды каналдар мен көлдер арқылы экологиялық жағдайды жақсарту. Енді жобаның басты мақсатына тоқталып кетсек, Атырау қаласының экологиялық жағдайын жақсарту, қала ауасының сапасын арттырып, және қолайлы микроклимат қалыптастыру мақсатында Жайық өзенінің су ресурстарын тиімді пайдалана отырып, жасанды каналдар мен көлдер жүйесін жобалау және іске асыру. Сонымен қатар қала тұрғындары үшін қауіпсіз және экологиялық таза және қолайлы демалыс аймақтарын құру. Енді жобаның міндеті Атырау қаласының экологиялық жағдайын талдау және жасанды каналдар мен көлдер тиімділігін негіздеу. Жайық өзеніне суды қауіпсіз түрде алу және су деңгейін реттеу жүйесін жобалау. Каналдар мен көлдердің негізгі инженерлік параметрлерін анықтау, қаланың микроклиматын жақсарту үшін көгалдандыру мен су бұрқақтарын ұйымдастыру. Күн энергиясын пайдаланып, экологиялық таза инфрақұрылым қалыптастыру, тұрғындарға арналған демалыс аймақтарын құру және жобаны қаланың сәулеттік келбетімен үйлестіру. Енді өзектілігіне солып кетсек, Атырау қаласында көліктің көптігі және де жасыл аймақта жеткіліксіздігі қалада өнеркәсіптің қарқынды дамуынан қазіргі Атырау қаласының экологиясына қауіп төнуде. Әсіресе жаз мезгілінде ыстықтың күшеюі, құрғақшылық, шаң тозаңның кесірінен қала тұрғындарының денсаулығына кері әсер етеді. Қала Жайық өзенінің маңында орналасқанына қарамастан, бұл жерде су айдындары мен көгалдандырылған аумақта жеткіліксіз. Жасанды каналдар мен көлдер салу жобасы қаланың микроклиматын жақсартып, ауаның ылғалдылығын арттыруға және ластану деңгейін төмендетуге бағытталған. Сонымен қатар жоба демалыс аймақтарын құру арқылы тұрғындардың өмір сапасын арттырып, жергілікті экономиканың дамуына оң әсер етеді. Енді практикалық маңызына тоқталып кетсек, Атырау қаласында жасанды каналдар мен көлдер салу жобасы экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешуге нақты ықпал етеді. Су айдындары мен жасыл аймақтардың сапасын жақсартып, температураны төмендетіп, тұрғындарға қолайлы орта сыйлайды. Жоба Жайық өзенінің суды тиімді пайдаланып, тасқын суларды реттеуге және де энергия шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар демалыс аймақтарын құрып, қаланың сәулеттік келбетін жақсартады және жұмыс орындарына ашылуға жағдай жасайды. Сонымен қатар бұл жоба экологиялық жағдайлар ұқсас қалаларға үлкен тәрбиелік үлгі бола алады. Енді жобаның күтілетін нәтижелерге тоқталып кетейік. Бұлар арқылы біз макеттен көрсетіп кетеміз. Атырау қаласының экологиялық жағдайы жақсартып, ауа сапасын арттырады және шаң тозаң азаяды. Бұл жерде біз осы каналдардың жанында орналасқан теректер мен ағаштар арқылы біз қаладағы жаз мезгіліндегі шаң тозаң мен құрғақшылықты азайтып, яғни қалаға қолайлы орта сыйлаймыз. Екіншісі, су айдындарының әсерінен қалалық микроклимат қалыптастырып, жаздағы ыстық төмендейді. Яғни бұл жерде бізде көрсетілгендей жасанды каналдар мен көлдер арқылы біз қаладағы олардың салқындығы арқылы қаладағы жаз мезгіліндегі ыстықтылықты температураны төмендетеміз. Үшіншісі, жасыл аймақтар көбейіп, экожүйе тұрақтылығы нығаяды. Яғни бұл жерде көрсетілгендей жасыл аймақтар дегеніміз бұл жерде шөптер, яғни веложолдардың жанындағы теректер арқылы біз экожүйені жақсартып, тұрақты жасыл аймақтар көбейтеміз. Демалыс және спорт аймақтарының ашылуы тұрғындардың өмір сапасын арттырады. Бұл жерде бізде веложолдар, жаяу жүргіш жолдар арқылы адамдардың спортқа деген қызығушылығын арттырып, және де спортқа деген қызығушылығын арттырып, денсаулығына оң әсер етеміз. Келесі, күн энергиясын пайдалану арқылы экология таза инфрақұрылым дамиды. Яғни бұл жерде бізде жел энергетикасы мен күн панелі бірге қойылған себебі, егер де күн жаз ыстық кезінде күн панелі өзіне энергия жинайды, ал егер күн жоқ кезде қатты жел соғып тұрғанда жел энергетикасы өзіне энергия алады. Келесі,
күн энергиясын су ресурстары тиімді әрі қауіпсіз басқару үнемді пайдаланады. Ол арқылы, яғни бұл жерде тұрғындарға ешқалай қауіп төнбейді, себебі және де біз бұл жердегі жерді қазбай тек судың астымен өткіземіз. Сол арқылы су ресурстары тиімді әрі қауіпсіз пайдаланамыз. Жетіншісі, қала сәулеттік келбеті мен туристік тартымдылық артады. Яғни біз бұл жерге жаңа қалашық салғаннан кейін бұл жерге бізде көптеген туристік тартымдылық күшейіп, қаражат жағынан көбейеді. Келесі, жаңа жұмыс орындары ашылып, жергілікті экономиканың дамуына ықпал етеді. Бұл жерде қалашық салынғаннан кейін бұл жерде үлкен қалашық үйлер салынады, сол арқылы бізге жаңадан жұмысшылар көбірек келеді. Келесі, қорытындылай кетсек, жүргізілген зерттеу нәтижесінде Атырау қаласында жасанды каналдар мен көлдер салу жобасы маңызды екенін дәлелденді. Себебі жоба табиғи су ресурстарын тиімді пайдаланып, қала экологиясының тепе-теңдігін сақтауға және микроклиматты жақсартуға мүмкіндік береді. Жайық өзенінің суын табиғи ағыс арқылы пайдалану энергия шығынын азайтып, су ресурстарын қауіпсіз басқару жағдайын жасайды. Сонымен қатар, демалыс аймақтары мен жасыл инфрақұрылым дамуы тұрғындардың өмір сапасын арттырып, қаланың әлеуметтік, экологиялық және сәулеттік дамуына оң әсер етеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.